Сәлем достар, 6 сыныптың тжб-сын қарастыратын боламыз. 4-90 бірінші нұсқа. Бірінші есепте қандай статистикалық шаманы табу үшін сандарды өсу ретімен орналастыру қажет? Медиана болады жауабы. Екінші есепте бізде 5 көбейтілген б, а жауабы болады. Үшінші есепте графигін салу үшін бізде кесте береміз. -1-ді қойайық. -1 мен -2 көбейтілсе 2-ні береді. 0-ді қойсақ 0, 1-ді қойсақ -2 шығады. Міне бізде 3 координата шықты. Біріншісі -1 мен 2 нүктесі. Екінші 0 мен 0 нүктесі бізде координата басында болады. Үшінші бізде 1 мен -2 төртінші шеректе болады. Енді бізде 3 нүктені қосуымыз керек. Графигі міне. Сонда біздің график екінші мен төртінші шеректе орналасып тұр. Төртінші есепте бізде 1-90 жиынтық бағалау берілген. Бірінші арифметикалық ортасын тауып алайық. Арифметикалық ортасын табу үшін барлық санды қосамыз. Бізде 13 2 рет қайталанып тұр, көбейтілген 2 дейміз. 14 2 рет қайталанып тұр. 17 3 рет қайталанып тұр. 19 өзін жазамыз. Барлығы бізде 12-ге тең, сондықтан 12-ге бөлеміз. Барлығын қосқанда бізде 162 сан шығады. Оны 12-ге бөлгенде жауабы 13,5-ге тең болады. Ары қарай медианасын табу үшін білесіңдер, санды өсу ретімен жазуымыз керек. Немесе кему ретімен де жазуға болады. Бізде сандардың барлығы 12-ге тең. Егер жұп болса, біз ортадағы 2 санды алып, арифметикалық ортасын табамыз. Бізде ортадағы сандар 13 пен 14. Осы санды қосып 2-ге бөлетін боламыз. Он үшке 14 қоссақ 27, ал бұл 27-ні 2-ге бөлсек 13,5 медианасы болады. Ары қарай үшінші бізде модасын табуымыз керек. Модасы дегеніміз қай сан жиі қайталанып тұр, соны аламыз. Бізде 17 3 рет қайталанып тұр. Төртінші құлашын табу үшін ең үлкен мен ең кіші санды азайтуымыз керек. Ең үлкен сан 19, ең кіші сан бізде 8 саны. 19-дан 8-ді алсақ 11 құлашы болады. Екіншісі бізде медианасын табу есебі, үшіншісі модасы, төртіншісі құлашы. Бесінші есепте бізде график бойынша жауап беруіміз керек. Автобустың еш жүрген жолының Т уақытта тәуелділігін формуласын жазу керек. Бізде жылдамдық 70-ке тең. Көбейтілген Т. Автобус жылдамдығын анықтаңыз. Б жаңа ғана анықтадық. Енді формуламен жазатын болсақ, бізде В тең S бөлінген Т болады. Бізде бірінші нүктеден алайық. Бірінші нүктеде S 70-ке тең. Т-мыз 1-ге тең. Соны 70-ті 1-ге бөлсек 70 км/сағат болады. Бұл бізде барлық нүктеде осылай шығады. Мысалға 140-ты 2-ге бөлсек 70, 210-ды 3-ге бөлсек 70. 350 км қашықтықты қанша уақытта жүріп өтеді? Т-ны табуымыз керек. Бізде Т-ны табу үшін S бөлінген В болады. S-іміз 350-ге тең, ал жылдамдығымыз 70-ке. Бөліндіден бізде 5 сағат шығады. 6 сағатта жүретін жолын табыңыз дейді Д-да. Табу үшін В көбейтілген Т болады. В-ның мәні 70-ке, Т-ның мәні 6-ға. 70-ті 6-ға көбейтсек 420 км жауабы болады. Алтыншы есепте бізде
жүйе құрастыруға болады. Мысалға 3 дұрыс жауап болса 3х деп алайық. Ұтыла тұрып дейді, сонда минус y тең 44. Осындай сұрақтар бізде барлығы 20. Демек, x қосылған y 20. Қарама-қарсы сан бар, қосу тәсілін қолдануға болады. Минус y пен плюс y жойылады. 44-ке 20-ны қоссақ 64. X-ті табуымыз үшін 64-ті 4-ке бөлеміз. X тең жауабы 16. Демек, 16 дұрыс жауабы бар. Бізге енді қате жауабын табуымыз үшін X-тің орнына 16-ны қойып тауып алайық. Y тең 20 азайтылған 16. Жауабы бізде 4 болады. Сонда бізде дұрыс жауап 16 болады, ал қате жауап бізде 4 болады. Жауабын өздерің тексеріп көруге болады. X пен Y-тің орнына қойып. 7-ші есепте бізде теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыздар дейді. Бір J-де болса J-ден X деп алайық, көйлекті Y деп алайық. X қосылған Y тең 4 мата керек екен. Осындай болса 5X J-де 9Y болады, көйлек болса 30 метр мата керек екен. Түрлендіріп алуымыз керек. Қарама-қарсы табуымыз үшін бізде минус 5-ке көбейтеміз бірінші теңдеуімізді. Барлығын көбейтсек минус 5X минус 5Y минус 20 саны шығады. Екінші теңдеуіміздің өзін жазып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай минус 5X пен 5X жойылады 0 болып. 9Y-тан минус 5Y алсақ 4Y, 30-дан 20 алсақ 10 болады. Y-ті табу үшін 10-ды 4-ке бөлуіміз керек. 10-дық бөлшек шығады 2,5. X-ті табуымыз үшін бірінші теңдеуге апарып қояйық. Қосылған 2,5 тең 4. X тең 4 азайтылған 2,5. Азайтудың мәні 1,5 ондық бөлшегіне тең. Демек бізде бір J-деге 1,5, ал бір көйлекке 2,5 метр мата қажет болады екен. Достар, видео ұнаса лайк бас, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға да таратыңыздар. ТЖВ-ның екінші нұсқасы төмендегі ссылкада. Келесі кездескенше.